Бауырым, бері қара, есің жина. Алло. Көтереміз. Қалыңыз қалай қазір? Көз ашыңыз. Көрермен, біз неге дәл осылай бастадық? Өйткені қыркүйектің 2-ші жексенбісі алғашқы көмек көрсету күні. Тиісінше дәл қазір білікті дәрігермен бірге біз алғашқы көмек түрлерін көрсетеміз. Міне біріншісін, ең қарапайым түрін дәл қазір көрсетті. Егер де дәл осылай адам ес-түссіз жататын болса, аяғын әдемілеп созып, қай қырымен? Оң жақ немесе сол жақ қырымен? Сол жақ қырымен. Ендеше таныстырып өтейін. Дәл қазір менің қасымда Тастемір Ерғалиұлы, жедел медицина көмек бөлімшесінің дәрігері. Қош келдіңіз. Дәл қазір бізге керек реквизит тауып алсақ, иә? Алып. Арнайы біздің мен сияқты ессіз жатқан адамымыз бар дәл қазір. Иә. Міне. Осы жерге қойсақ. Келіңіз, көрсетсеңіз. Мына жерін қайсысы бар? Мына жерге қойсақ бола ма? Әрине. Ал. Ең бірінші, бізде алғашқы көмек көрсетер кезімізде жалпы науқастың жағдайын бақылауымыз керек. Яғни адам ес-түссіз, яғни өз есін жоғалтып, немесе жүрек қан тамыр жүйесі тоқтап, тыныс алу тоқтаған кезде ол бізде клиникалық өлім есебінде клиникалық өлім деп атайды. Яғни сіз алғашқы көмек көрсетерден бұрын себеп салдар көп. Яғни бірінші келген кезде науқасқа немесе адамға бірінші алғашқы көмек көрсетер бұрын бірінші ортасындағы немесе жан-жағындағы жағдайларға байланысты сіз қауіпті ма, қауіпсіз бе, қандай аймақта жатқаны анықтауыңыз керек. Бірінші бұл маңызды, қай жерде жатқаны, қандай жерде жатқаны. Әртүрлі жағдайлар болып жатады, адам топқа түсіп қалуы мүмкін, немесе қандай да бір мұздан тайып құлауы мүмкін да. Егер де ол адамға көмектесем деп барып, сіз сол адамның қасына жатып қалмаудың алдын алу мақсатында сіз ортасын, яғни қоршаған ортасын, жан-жағын бәрін қарауыңыз керек. Яғни қауіпсіз болған жағдайда ғана сіз барып алғашқы көмекті көрсетесіз. Яғни көмекті көрсетерден бұрын келесіз, қауіпсіз аймақ барлығы, адам ессіз күйінде жатыр. Келесіз оң жағынан, әсіресе көбінесе оң жағынан келіп алғашқы көмек көрсеткен дұрыс. Келген кезде жалпы науқастың бірінші алғашқы ес-түсін анықтауымыз керек. Ол үшін келесізді бауырым, аға, әпке, немесе дәте. Жаңа маған айтып жатқан сол, қайталап, кішкене даусыңыз көтеріп айқайлауыңыз керек. Егер де ол адам сізге ешқандай реакция қайтармаса, немесе көзін ашпаса, сыртқа реакция тітіргенділерге ешқандай жауап қайтармайтын болса, яғни ессіз жатыр деп есептейсіз. Одан кейін есін анықтап болғаннан кейін сіз науқастың ессіз күйінде жатқаннан кейін оның бірінші қан тамыр жүйесі, яғни ұйқы артериясынан басып қарайсыз. Егер пульсация жоқ болатын болса, яғни жүрек қан тамыр жүйесі жұмыс жасамай тұр, яғни қан айналым жүйесі жоқ деген сөз. Үшінші, тыныс алу жүйесі. Тыныс алу жүйесін анықтауыңыз керек. Ол үшін сіз қарайсыз. Бірінші құлақпен тыңдайсыз. Егер науқас мұрын арқылы тыныс алмай жатса, немесе сол сіз қарап тұрған, құлақпен тыңдап тұрған кезде кеуде өкпенің, яғни кеуде қуысының қозғалысын қарауыңыз керек. Яғни тыңдап отырып, кеуде қуысын көруіңіз керек. Егер ешқандай экскурсия болмайтын болса, тыныс алу немесе кеуде керілу жоқ болатын болса, яғни тыныс алмай тұр дегенсіз. Ондай кезде сіз анықтап алдыңыз, ессіз, тыныс алу жоқ, және де қан тамыр жүйесі, яғни жүрек соғысы жоқ болып табылады. Ондай жағдайда сіз қасыңызда тұрған адамға, немесе өтіп бара жатқан адамға айтасыз, жедел жәрдемге қоңырау шалыңыз. Осындай мекенжайда шамамен осындай жастағы адам ессіз түсте жатыр. Біз реанимациялық шараларды жүргізуді бастаймыз деп айтыңыз. Өйткені ол сөздің де үлкен септігін тигізеді, яғни үлкен маңызы бар. Яғни реанимациялық бригадалар жіберуі мүмкін жедел жәрдем. Содан кейін ол кісі қоңырау шалғаннан бастаған кезде сіз
бірінші кеуде қуыстарын ажыратасыз. Әйел адам болса да, еркек адам болса да, әйел адамдар білесіздер, кеуде қуысының киетін киімдері болады. Оның бәрін ажыратуыңыз керек. Өйткені тыныс алу жүйесіне кішкене еркіндік бересіз. Бәрін анықтап болғаннан кейін сіз реанимациялық шаралар жүргізесіз. Ол үшін жүрекке тікелей емес массажын жүргізесіз. Массажды бізде мына семсер тәрізі жүйесінде дейді. Бізде өзіңізге ұстап көрсеңіз болады, қабырғаның басталған жері, яғни түбі. Жүрек ұшы осы жерде орналасқан бізде. Содан 2 сантиметр жоғары аласыз да, 2 саусағыңыз қойып. Өзіңізге қалай ұнайды? Біреулер оң қолмен, біреулер сол қолмен ұстайды. Егер 2 сантиметр жоғары аласыз да, тура төс үстінен тікелей емес массажын жасайсыз. Қолыңызды қойған кезде де сіз бар салмағыңыз түзу тұру керек. Қолыңыз бар салмағыңыз осы жерге түсу керек. Қолыңыз бүгілген күйінде былай жасауға, немесе өзіңіз ыңғайсыз отырып алып жұмыс жасауға болмайды. Яғни өзіңізге де кері әсер тигізеді, немесе ес-түссіз күйінде жатқан науқасқа да кері әсерін тигізеді. Мен жасап көрсем болады ма қазір? Болады, жасап көрсетейін. Мен сізге бірінші көрсетейін. Иә. Былай тур төс үстіне қоясыз жүректі, қолыңыз түзу қоясыз. Және де тереңдігі 5-6 сантиметр болу керек. Яғни басқан кезде былай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Осылай басқан кезде салмақпен басу керек пе? қатты салмақпен де басуға қажет жоқ. То есть максимально 6-5 сантиметр құрау керек. Егер одан төмен, одан немесе қатты басатын болсаңыз, салмақпенен қабырғасын сындырып жіберетін жағдайлар болып жатады. Сондықтан да қатты басудың қажеті жоқ. Осылай компрессияны 30 рет жасайсыз. 30 рет жасайсыз. Өзіңіз ішіңізден санайсыз, 30 рет жасайсыз. 30 рет жасап болғаннан кейін науқастың тыныс алуын қадағалайсыз. Яғни қазіргі мынау соңғы ауруларға байланысты, яғни коронавирустық ауруларға байланысты, қазір ауыз бен ауызға үрлеу деген қағиданың, яғни соның стандартты түрлерді алып тастады. Егер де өзіңіз білетін жақын адам немесе туысыңыз болса да, ешқандай аурумен ауырмаған адамды білетін болсаңыз, онда өзіңіз жасанды тыныс алуды жасауға болады. Яғни ол үшін бізге қандай да бір орамал немесе маска сондайды қоясыз да, аузына қоясыз да, бір қолыңызбенен маңдайынан саусағын ұстайсыз. Екінші қолыңызбенен иегін ашасыз да, ауызбен үрлейсіз. Бұл пандемия басталғандағы басталғаннан кейінгі. То есть басталғаннан кейін бізде ауызбен ауыз үрлеуді стандартты түрден алып тастады. Яғни мынау жатқан науқасты адамда немесе қандай аурумен ауырған білмейсіз. Сондықтан да өзіңізге жұқтырып алмаудың мақсатында сізге осындай қағидалар ұсынылып отырады. Мен көрейін, көріңіз. Сіз қасымда отыра беріңіз. Науқасымызды бірінші екі аяғыңызды қоясыз. Екі аяғымды қоям, түзу қоясыз. Қымбатты көрермен, міндетті түрде мұқият қарап алыңыздар. Егер де осындай бір оқыс оқиға кезігіп қалсаңыз, оқыс оқиға Тастемір мырзаның айтқанымен жұмыс жасау керек. Ал мен енді үйреніп көрейін, мен әлі ондай оқыс оқиғаға кезіккен жоқпын. Құдай сақтасын енді. Ал кеттік. Тұра тұрыңыз. Енді екі аяғыңыз қойғаннан кейін жай адамның семсер тәрізді өсіндісін көріп аласыз. Онда сүйек қатты сүйек болады. Қабырға. Содан 2 сантиметр жоғары аласыз. 2 сантиметр. Тур төстің үстіне қоясыз. Дұрыс қоям, мен қойып тұрған. Түзу қоясыз. Енді басасыз. Мен дұрыс істеген жоқ мен? Осылай қойыңыз керек. Яғни, үстіп соғып атқан кезде сіз минутына 100-120 рет соғуыңыз керек. Яғни, бұлай есептеген кезде секундына 2 рет басып үлгеруіңіз керек. Жаңағы сіздің басуыңыз баяу болып табылады. Баяу. Яғни, тез басу. жиі бассаңыз. Бұл да бір жүректің соғысы секілді? Сол жүрек жұмысын, яғни бізде жай ғана жүрек еттен құралған ғой, былай айтқанда, насостық қызмет атқарады. Егер жаңағыдай басып отыратын болсаң, жүректің бұлшықеттері жиырылады да, қан айналым жүйесі қалпына келеді. Яғни соны қалпына келдіріп бастайды. Яғни қалпына келген жағдайда бізде миға қан барады, соның арқасынан ми клеткалар оянады. Егер ми клеткалар оянатын болса, сіз алғаш көмекті нәтижелі түрде көмекте көрсеттіңіз. Тастемір мырза қазіргі таңда осы алғашқы көмек көбінесе осы жол көлік апаты оқиғасына
ұшырағандарға және де осы орнымызға жайғасайық. Осы жерде сұхбатымызды жалғастырайық. Енді жол көлік оқиғасына тап болғандарда және де жүрек талмасымен ауыратындарға көбінесе осы керек дүние. Олар енді тез қимылдау керек ол жерде. Өте Ең қарапайым тәсілі бар ма мысалы? Аман алып қалудың. Ең қарапайым тәсілі мысалға сіз жол апатына ұшырадыңыз да. Мысалға жол апаты болғанға сіз куәгер болдыңыз. Ол жерде жүгіріп барып көмектесуге асықпаңыз. Өйткені қандай да бір апаттың салдарынан сіз өзіңіз сондай жерге түсіп қалуыңыз мүмкін. Яғни апат болған жерде жүгіріп барып көмектесудің тез көмектесем деп өзіңіз бірдеңеге ұшырап қалуыңыз керек. Яғни жолды қадағалайсыз, жолда екінші машина келіп жатқан жоқ па, немесе жаңа соғылған жерде ешқандай жарылғыш заттар жоқ па, жарылуға қауіп жоқ па, соның бәрін қарап болғаннан кейін барып көмектесуге тырысыңыз. Екінші жаңа жүрек талмасы немесе жаңа судорогілер деп жатырмыз ғой. Судорогілердің салдарынан науқасты аман алып қалу болатын болса, немесе алғашқы көмегіңізді жаңағы есін, жүрек соғысын немесе жалпы состояниесін бағалап болғаннан кейін сіз оң жақ немесе сол жақ қырыменен тыныс алу жолдарын ашуға немесе тыныс алып демалуына үлкен септігін тигізеді. Яғни еркін болса, сонда демалуы кішкене оңайлау болатын болса, сонда ғана адам өзіне қайта келуі жақсы болады. Енді Тастемір мырза, өзіңіз бірнеше оқиғаның басы-қасында жүрген шығарсыз. Енді бір есте қалған оқиға бар ма мысалы? Ерекше жағдай. Сіздер де батырсыздар ғой енді. Ерекше жағдайлар көп бізде, яғни адам өмірімен күресу немесе алғашқы көмек көрсету өте көп. Бізде күнделікті болып жататын жағдайлар. Алғашқы көмекте, яғни экстренный случайларда ондай өте көп болып жатады. Оның бірі жаңағы қарапайым күнде, осы біздің Нұр-Сұлтан қаласында Нұрсұлтан Назарбаев атындағы әуежайда үлкен кісі осылай жүрек талмасымен құлап түскен. Жүрек талмасымен құлап түскен кезде, сол кезде біз барып жедел жәрдем ретінде, яғни алғашқы көмекті көрсеттік. Сол жерде реанимациялық шаралар жүргізгеніміз есімде. Сол кезде бір қатты бір энергия жұмсағанбыз. 20 минуттың көлемінде біз реанимация жасадық сол аэропорттың ішінде. 20-25 минуттан кейін сол жүректің өзінің жұмысын қалпына келтіріп, аман алып қалған жағдайымыз бар. Одан басқа да көп енді. Ондай жағдайлар адам өмірін арашалап алып қалу деген сияқты. Сіздердің ерліктеріңізді көбінесе бағалай бере ме? Өзіңіздің ойыңыз? Бағалайтындар да бар. Бағалайтындар да бар. Бағаламайтындар да бар. Қоңырау шалғанда немесе жедел жәрдем шақыртқан кезде есікті ашып күтіп алатындар да бар, жылап күтіп алатындар да бар, немесе ұрып соғып күтіп алатын кездер де болады. Сондықтан да әртүрлі жағдайлар бар. Бағалайды да деп айтамын ба, бағаламайды деп айтуым болады. Көбінесе былай салыстырмалы түрде айтатын болсақ, әрине бағалайды. Өйткені көрсетіп жатқан көмегіміз көп, яғни бағалайтындай ғой енді. Енді күнделікті қанша адамды құтқарасыздар? Осылай қойыңызшы. Құтқарасыздар дегенде, білесіз бе, қазіргі жағдайда экстренный случайларда, мысалға күніне бір жағдай болатын болса, ауыр, өте ауыр, осы құтқаратындай немесе алғашқы көмек көрсетіп, өмірін арашалап алып қалатындай жағдайлар күніне біреу десең болады. Ал, бір реттік жағдай. Ал одан басқа алғашқы көмек көрсету тек жаңағы өмірін арашалап қалу емес, осы бұрынғы созылмалы ауруларын қайта қалпына келтіруді немесе дер кезінде алғашқы көмек көрсетумен шектеліп жатамыз. Ауыр жағдайда ғана шақыра бермейді жедел жәрдемді басынан. Негізінде созылмалы аурулар асқынған кезде де, мысалға, ата-апаларымыздың артериялық қан қысымы көтерілгенде немесе төмен түсіп кеткенде, өздерін жаңа таң айтпақшы, түнде немесе кешкі қорын тамақ дұрыс жемегендіктен да, сондай іш құрылыстары, жүрек құрылыстары алып жатқан кездегі созылмалы ауруларға шақырып жатады. Сол кезде көмек көрсетеміз. Енді жаңа айтып жатырмыз, осы 2-ші жексенбісі алғашқы көмек көрсету күні. Ендеше мерекелеріңіз құтты болсын дейміз сіздерге, табыс тілейміз.
барлық шақырған қоңыраулардың барлығы жеңіл болсын. Сондай тілек білдіреміз. Енді өзіңізге қарап отырсам сабырлы екенсіз. Сондай сабырлы адамдар жолықсын деген тілек білдіреміз. Енді қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта болған Тастемір Ерғалиұлы жедел көмек көрсетудің амал тәсілдерін үйретті. Сіздер үйрендіңіздер деген ойдамыз. Ал дәл қазір бізде шағын үзіліс.